Сәлем оқырман. Бүгін Ханзада сайысының қорытындысы шығып Нұрдәулет жеңісті алды. Жарайсың. Және де бүгінгі эфирде Бота өз орнын босатып, енді қосылайық жобасының қатысушы емес деп жариялады. Ал енді Нұрдәулетке келсек, қайта келіп, алдыңғы маусымда жасамағанды жасап жеңісті қолға алды. Төрттікте қалған Шерхан бірінші орын, Тимур екінші орын және де Димаш үшінші орынды иеленді. Расул сымбатты, Ернар тапқыр, Айбек Дара, Нұрболат өнерлі, Әліби Батыр деген атақты иеленді. Құтты болсын орындары. Асхат Ханзада келген болатын, көптен бері көрмеген, жылдағыдай жаңа Ханзаданы тағайындауға. Өзі сол 2020 жылдан бері тұңғыш, ең бірінші болып иеленген қосылайық жобасының Ханзадасы болып келеді. Өзінің жарымен қайта қосылып дүркіретіп тойын жасаған еді. Ханзада атына сай ер азамат. Ортақ бір ұлын тәрбиелеуде өте жақсы отбасы. Еске түсірсек, алдыңғы маусымның Ханзадалары ол Ержігіт пен Данияр. Ал сайысқа келсен, жалпы сіздің ойыңызша кім жеңу керек еді? Сіз кімге дауыс бердіңіз? Нұрдәулет Ханзада болғаны әділ болды ма? Негізі Шерхан мен ұпайлары бірдей болған деді, кішкене ғана асып кеткен дейді. Негізі Нұрдәулет пен Шерхан кастингке бірге келіп, бір уақытта кастингтен өткен. Талай бір қызға таласып, бір қызға ән арнап алдыңғы маусымда бірге отырған еді. Айданың қолдауымен сона Бішкектен келіп барынша көмек бергені көрінді. Екеуінің бірге жасаған жемісі. Бірақ негізі ара қатынастары өте жақсы деуге келмейді. Кеше ғана мен осында не істеп жүрмін, кімге керекпін деп желісінде жазғаны да болды. Соған қарағанда Айда Бішкекке қайтып қайта ара қатынасы бұзылмақ па? Негізі тек қолдау үшін келген еді. Көреміз алда не болатынын. Ал Ботаға келсек, Шерханмен ара қатынасы жалғасуда, бір сөзінде ұзатуға дайындаламын, тағы да болса тойға керек заттарды жинаймын деп жобадан кетті. Себебі дейді, жалғыз ғана анасы бар, эфирде отырғасын уақыт аз, тойға дайындық, ал Шерханға үміткер ретінде. Ортаға келіп таныстықтың қалай жалғасып жатқанын келіп баяндап беріп отырамыз дейді. Ал енді әдеттегідей көрермен пікірі. Ойбай, не болды, сонша президенттікке сайланғанда Шерхан. Нұрдәулет деп екеуі де өз қазағымыз. Нұрдәулетті сонша даттап не көрінді, соған бұйырып тұрды. Қырғыз ағайындарға мың алғыс, қолдап жатыр. Өз қазағым қызғанып даттап жатыр. Өкінішті, өмір мұнымен тоқтап қалмайды. Артық сөз жазбаңыздар. Бақытты болсын жастар. Шерхан өз ханшайымының Ханзадасы болды. Үйленсін енді, тағы созып шүрет сөз салмай. Шерхан болу керек. Ханзадалық деген бір кетіп, бір келіп кіріп шыға беретін жер ма? Ханзадалыққа дейін Нұрдәулет қайда болған? Не честно болды? Альмира вообще реакциясынан көрініп тұрды, барлық эфир Нұрдәулет деп. Қайда шын жоба екені? Өтіріп барлығы ұйымдастырып, Нұрдәулет болатынын біліп тұрсаңыздар, халықты ақымақ қылып ойнатып не керегі бар? Ерасылға вообще ұят болды. Неге жаңадан келген Димаш? Ерасыл осы күнге дейін өзін барлық жағынан көрсетті, ол қайда қалды? Ерасыл болса өз парақшасында ойын жазып үлгерді, не деп жатыр, көрейік. Бүгінгі финалды көрген боларсыздар, бәрі жазып жатыр, номинация алғанда түрін бұзылып кетті ғой деп. Иә, мойындайым, орынға ілікпегенім обидно болды. Бірақ ешкімге артар өкпем жоқ, бір Алла бәрін көріп тұр, мені қолдап жатқандарда аз емес. Рахмет сіздерге. Депті Ерасыл, сіз қалай ойлайсыз? Тағы да бір пікір. Нұрдәулет өлеңде айтады, спорт жағынан да мықты. Қазақстанның атын шығарып жүрген кәсіпқой спортшы. Билей алмай ма десем, өнер сайысында биді де қатырды, актерлік шеберлігі бір төбе. Түр десе түрі бар, жобада тапқан болашақ жары бар, ақ көңіл, аузынан Аллаға шүкірі түспейтін, қыздарды әрқашан сыйлай білетін нағыз Ханзада.